Барша қазақстандықтар тезірек көріп, сақ болсын. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бір даналық белгісін басып қойып, видеомыз жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қазақстанда кейбір дәрі-дәрмектер 100%-ға қымбаттайды. Қазақстанда йод, карвалол, миновазин, бриллиант жасылы мен валерия сығындысы қымбаттауы мүмкін. Өйткені жаңа жылдан бастап осы дәрі-дәрмектің құрамына кіретін этил спиртіне акциз салығы салынады. Бұл туралы Айқын ақпарат агенттігі хабарлайды. Атамекен медициналық қызмет департаментінің басқарушысы директоры Назгүл Қабдырахманованың айтуынша, қазір TNT-бен тұратын бұл препараттың бағасы 30, тіпті 100%-ға өседі. 25 мл құтысы 100-200 теңге аралығында сатылатын йод, сол аралықта тұратын карвалол тамшылары енді 2 есе қымбаттап шығуы мүмкін. Өйткені медициналық таза спирттің литріне салынатын акциз көлемі 600 теңге, спирт тоннасында 2,5 мың теңге, ал біздің нарықта Ресей мен Беларуста өндірілген дәл осы дәрілер әлде қайда арзанырақ. Өйткені бұл мемлекеттерде нақты осы препаратқа акциз салығы жоқ екен. Сондықтан тұтынушы әлбетте бәсекелестер шығарған қолжетімдісін таңдайтынын айтады. Сондықтан отандық фармацевттер өндіріс көлемін азайтып, жұмыс орындарында қысқартуына тура келеді дейді. Видеомыз кеңінен тарап, барша хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.